Қоғам арасында біраз талқыға түскен резонансты іс. Былтыр қазан айында қаржы пирамидасының 9 мүшесі сотталды. Жұрттан миллиардтаған қаржы жиған топ 5 пен 10 жыл аралығында бас бостандығынан айырылды. Ең қатаң жаза қаржы пирамидасын құрған Назира Нұржанға тағайындалды. Заң алдында бағдарламасында осы істі бүге шүгесіне дейін баяндаймыз. Басынан бастайық. Айыптау негізінде Назира Нұржан 2022 жылы тамыр таныстардан алтын алып, оны сатып үстінен пайда көріп отырған. Бірінші жеңгесінің жиған терген бұйымдарын алып, 8 миллион теңгеден астам ақшамен жоқ болады. Келесі жәбірленушіні тіптен 25 миллион теңгеге алдаған. Көлденең жолмен пайда тауып материалдық жағдайын жақсартқан келіншек, осылайша Назира Голд қылмыстық жоспарын, яғни қаржы пирамидасын құрады. Қаржы пирамидасын құрған келіншек бірінші кезекте өзіне сыбайластар іздеп, ақыры 8 адамды іске тартады. Алғашында шетелдік инвестицияларға ақша саламын деген желеумен тұрғындардан ақша жинаған. Сөйтіп барлық қаржы пирамидасы сияқты бірінші салымшыларға кейіннен қосылғандардың ақшасын берген. Келушілердің қатары көбейген кезде алтын бұйымдарды алып сатумен айналысамыз деп жасырынған. Істері алға басқан кезде Шымкент қаласы мен Сайрам ауданында жаңа салымшыларды тарту үшін жиын өткізген. Ол жерде өз атынан ең көп салымшы тіркеген азаматтарға жобаның атынан 30-ға жуық автокөлік, қымбат сыйлықтар мен шетелге жолдама таратылып, эстрада жұлдыздары өнер көрсеткен. Бір кешке бір салымшы 300 миллион теңгеден берген. Ал мыс инвестиция ретінде 1 миллион теңгеден кем бермеген. Оның үстінен бір ай көлемінде 21-41% табыс табу уәде етіліпті. WhatsApp әлеуметтік желісінде ұйымдастырушылар 5 топ ашқан. Әр топта 1000-ға жуық адам тіркелген. 2023 жылдың қаңтарынан 2025 жылдың ақпанына дейін Назира Нұржанның Каспи-банк қосымшасында 2 миллиард 370 миллион теңге айналған. Жеке кәсіпкерлік шотына 1 миллиард 50 миллион теңге түсіп, белгісіз мақсаттарда жұмсалған. Күмән туғызған ұйымдастырушы мен сыбайластарының шоты банк қызметкерімен бұғатталған. Сөйтіп тұрғындардан ақшаны тек қолма-қол қабылдай бастаған. Күніне 100 миллион теңгеден астам ақша түсті деген ақпар бар. Бұл қыруар қаржыға Назира Нұржан қымбат көліктер мен жылжымайтын мүлік алған. Әрине оны өзінің емес, туған туыстарының атына аударған. Атап айтқанда 388 миллион теңгеге 10 көлік пен 3 үй сатып алынған. Одан бөлек бауырлары мен күйеуінің туыстарының үйінен 402 миллион теңге ақша, 896 миллион теңгенің әшекей бұйымдары табылған. Бірнеше жыл бойы балқып шалқып жүрген қаржы пирамидасы бірақ сәтті күйрейді. Қаржылық мониторинг агенттігі Назира Голд мүшелерін былтыр ақпан-наурыз айларында жаппай ұстады. Сотта негізгі ұйымдастырушыдан бөлек тағы 8 адамға айып тағылды. Кейбір деректерде алданған адамдар саны 4000-нан асады делінген. Бірақ сотта 148 адам жәбірленуші ретінде танылған. Ақыр соңында қазан айында Назира Нұржан 10 жылға, қалған қатысушылар 5-10 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Сотталғандарға қаржы пирамидасын құрудан бөлек алаяқтық, ақшаны жылыстатты деген айып тағылды. Араға 8 ай салып, іс қайта талқыға түспек. Бұл жолы Шымкенттегі шулы оқиға Астанадағы кассациялық сотта қаралмақ. Апелляцияда үкім өзгеріссіз қалдырылғаннан кейін Назира Нұржанның адвокаттары жоғары инстанцияға келіп отыр. Онда кассациялық шағымды қарауға көшеміз, сөз қорғаушыларға беріледі, тыңдап отырмыз. Сот алқасында да, қорғау тарабында да үш маманнан. Адвокаттар бұл іске алғашқы сатыдан қатысып, нақты Назира Нұржанның құқығын қорғауда. Алғаш болып кассацияға шағым жолдаған қорғаушы сөз алды. Апелляциялық үкіммен бірінші сатыда сот үкіміне қарамастан түзеу мекемесінің түрі орташа қауіпсіздік мекемеге өзгертілді, қалған бөлігі өзгеріссіз қалдырылды. Аталған апелляциялық үкімменен толық келіспейміз. Ол Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 785 бабында көзделген мынандай өзге негіздер бойынша күшін жоюға жатады. 25 жылғы 17 желтоқсандағы апелляциялық үкімнің қарар бөлігі мүлікті мемлекет меншігіне айналдыруды тікелей талап етеді. Мемлекет меншігінде 392 миллион 885 мың алтын әшекей бұйымдар тәркіленсін деген. Сотпен қанағаттандырылған және пайдасына өндірілген жәбірленушілердің залал сомалары сотталғандардың тәркіленген мүліктерінен өтелетін болады деп көрсеткен. Қарар бөлігінде тікелей қайшы келеді. Бұдан бөлек қорғаушы материалдық шығын, яғни
733 миллион теңге толық өтелгенін айтты. Осыны ескеріп, соттан сотталушының жағдайын ескеріп, және рақымшылық жасау заң ескеруді сұрады. Яғни рақымшылық сұрағандай болды. Бір арыз түспеген, сонымен іс қозғалып отыр, оны біз талай айтылды, бірақ оны ешкім елемеді. Апелляциялық сот бірінші сатыдағы соттан кейін Нұржанның әрекеттерін 217 бабы бойынша қате саралап, қорғау тарапын жеңіл қылмыс 214 бабы заңсыз кәсіпкерлік құрамын бар екендігі туралы дәлелдерді қабылдамады. Бұл саралау заңды дұрыс түсіндірмеуді, дәлелдемелерді негізсіз бағалауға және іс бойынша анықталған фактілерді елемеуге негізделген. 2 тонна алтын сатылған. Осының ақшалардың есептерімен жәндегі қайтарылған. Оны бірақ сот елемеді. Қысқасы, қорғаушы Назира Нұржан ісі қаржы пирамидасын құру емес, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу дерегімен қаралуы тиіс еді деп отыр. Одан бөлек тәркіленген үй, көлік, бағалы заттар жәбірленушілердің шығынын өтеуге емес, мемлекеттің меншігіне өтті деп шағымданды. Үкімді орындауға кейінгі қалдырудың негізсіз қысқа мерзімі. Қылмыстық кодекстің 74 бабын қолдана отырып, сотталған әйелге 1 жыл мерзімге кейінге қалдыру берді. Алайда заң 74 бабын бірінші бөлігі 5 жылға дейін мерзімді көздейді. Миллиардтаған теңге азаматтық талапты 700 миллион теңгеден астам өтеу міндетті болған кезде ең аз мерзімді тағайындау сотталған әйелге кейінгі қалдырудың мақсатынан жәбірленушілерменен есеп айырысудан нақты пайдалану мүмкіндігінен айырады. Бұл заңды формалды материалдық емес қолданған көрсетеді. Апелляциялық үкім сотталған әйелді 2 ай ішінде 733 миллион 975 миллион теңге азаматтық талап бойынша ерікті есеп айырысуды жүргізуге міндеттеді. Бұл талап сотталған әйелдің мүліктік жағдайын және іс мән-жай ескере отырып, әдейі орындалмайтын болып табылады. Бұдан кейін екінші қорғаушы өз шағымын білдірді. Істің басынан үлген адвокат Назира Нұржан заңсыз ұсталынды дегенге келтірді. Бір арыз түспеген, бір арыз жоқ. Бірақ бұл кісіні үстіне айып қойып, қамауға алып отыр. Не үшін қайдан үлкен пайда көрді Назира компаниясы? Біріншіден, құрметті сот, бұлар бастағанда алтынның 1 грамы 15-16 мың теңге болған. Жұмыс біткенде 60 мыңға жетті. Сол 2 жылдың ішінде 2,5 тонна алтын сатты Назира компаниясымен. Соны қазір көбейтсек, это сверхприбыль, үлкен прибыль. Оны заң ретінде сатуға болады. Бүкіл базарлар бәрі алтын сатып отыр. Назира да сатты соны. Сатып, тапқан пайдасын сол салымшыларға беріп отырды. Ешкімді алдамады, ақша уақытылы беріліп отырды. Қорғаушылар өз сөздерінен таймай, істің соңына дейін осы ұстанымды ұстап отырды. 99% жәбірленушінің сөзін тыңдасаңыз, құрметті төраға, алтын тұр дейді. Алтын тұр, біз көрдік дейді. Алтынды аламыз, не болмаса ақшамызды алуға біздің еркіндігіміз бар дейді. Таңдау еркіндігіміз бар. Қаласақ мына алтынды аламыз, қаласақ мына ақшаны аламыз дейді. Одан кейін кез келген жәбірленуші айтады, ешқандай бір күн мына просрочка өтіп кету несі болмаған дейді. Өздерінің белгіленген ақшасын алып отыр, құрметті төраға. Сондықтан бұл жерде пирамиданың белгілері жоқ деп санаймыз. Барлығымыз осы әріптестерімізбен заңсыз кәсіпкерлік болуы мүмкін. Кейін Назира Нұржанның өзі сөз алды. Ол бұл отырысқа онлайн қатысты. Сіздің үстіңізден ешқандай да арыз шағым түспеген, не себепті қамалдыңыздар деп сұрақ қойдық. Стенограмма қойылған. Соның ішінде де біздің видео жазбалардың ішіне де полный видео орнатқан. Сол видеоларды алған. Және де бізді қамау барысында да полный сол видеороликтерді, ноутбуктарды, телефондар, 78 телефон, және де 28-ден астам ноутбуктарды барлығын алып кеткен, изымат еткен, соның барлығын тексеріп, ешқайсынан да біздің пирамида жасап жатқан бұл жерде барлық мен соны сотта да 3 күн бойда сұрадым. Сіздер біздің пирамида жасағанымызды нақты дәлелдейтіндей сол жерде бізде алтында келіп жатты ғой, қолма-қолма көріп жатыр. Алайда бір телефоннан, болмаса ноутбуктан, болмаса сол видеодан бір дәлел бізге әлі күнге дейін ұсынылмады.
қылмыстық іс бойынша жәбірленушілердің куәларының айғақтары, қаржылық құжаттар, банк операциялары мен цифрлық ақпарат, әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі хат алмасулар, сондай-ақ өзге де дәлелдемелер жиынтығында сотталғанның қаржы пирамидасын ұйымдастырғанын және оған басшылық жасағанын толық растайды. Айыптың заңсыз өзгертілгені, қорғау тарапының өтініш хаттары негізсіз қанағаттандырусыз қалдырылғаны туралы өздері іс материалдарымен өз дәлелін таппады. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары бойынша сот заңға сәйкес шешім қабылдаған. Тағайындалған жаза әділ және қылмыстық кодекстің талаптарына сәйкес келеді. Кассациялық шағымдары қанағаттандырусыз, сот актілерін өзгеріссіз қалдырып сұрайды. Кеңесу бөлмесіне кеткен сот алқасы істі біраз таразылады. Қорғаушылар ұзақ күтті. Сөйтіп бірнеше сағаттан кейін судьялар шешім шығару үшін сот залына шықты. Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық соты қаулы етті. Назира Бибосынқызы Нұржанға қатысты Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 2025 жылғы 17 желтоқсандағы апелляциялық үкімі өзгеріссіз қалдырылсын. Жәбірленушілердің өкілі Алижанов, адвокат Есіргептің кассациялық шағымдары қанағаттандырусыз қалдырылсын. Бұл шешіммен әрине қорғаушылар да, Назира Нұржанның өзі де келіспеді. Жалпы қазір қаржы пирамидаларына қатысты елде біршама іс қозғалып жатыр. Статистикаға көз салсақ, 2023 жылы 157 іс қаралды. 17 мыңнан астам адам салымшы ретінде танылды. Ал 2024 жылы 113 іс тіркелді. Қаржы пирамидаларына 21 мыңнан астам адам 29,7 миллиард теңгесін салған. Ал былтыр статистика күрт нашарлады. 141 іс сот қарауында болды. Ондағы салымшылардың саны 112 мыңнан асып жығылды. Жағдайдың ушығуына нақты бір қаржы пирамидасы себеп болған екен. Аты белгілі Асар баспана деген, өзіңіз естіген шығарсыз. Бұл пирамидаға 86 мыңға жуық адам кіріп тіркелген. Яғни олар қазір қоғамдағы өзекті тақырып, енді үй мәселесін, көлік мәселесін алға тартып, кірген адамның бәріне сондай жоғары табыспен үй және де көлік мәселесін уәде еткен. Және қысқа уақытта, бір жылға жетер-жетпес уақытта осыншама адамды жинап үлгерген. Біз енді арыз негізінде де жұмыс істейміз ғой. Адамдар пирамиданың белгілерін сезе тұра, біле тұра, ақшамызды алып шығып, тек сол мақсатты көздейді. Өзін тартқан адамдардың одан кейінгі кірген адамдарға көбіне ешкім жауапкершілік алғысы келмейді. Сол себептен де биылғы таңнан бастап арызға қарамай қаржы пирамидаларын сол бастапқы тұста белгілері анықталған тұста бірден тоқтатып жұмысын ауыздықтап жатырмыз. Банктер ұсынбайтын жоғары пайыздық пайда, бағалы сыйлықтар, арттан адам тарту. Қаржы пирамидаларының негізгі белгілері. Тұрғындардың дені бұл жайлы білет, бірақ білгені бөгемейді. Алдау арбау, оңай олжаны дәмету арқылы барып, ақыр соңында сан соғып жатыр. Өкінішке қарай енді әйелдер қауымы қаржы пирамидаларына салымшы ретінде кіруге басым болып есептеледі. Және де еліміздің осы 3 ірі мегаполисі Астана, Алматы және Шымкент қалаларында өкінішке қарай қаржы пирамидалары көбіне өзінің бастауын алады. Біздің мемлекетте ең біріншіден жаңағыдай қаржылай қомақты пайызбен мысалға ақша беру үстінен қандай да бір пайда көру, ол тек банктерге екінші деңгейдегі және микроқаржылық ұйымдарға заңмен ондай рұқсат етілген. Әрбір жерде мысалға келісім шарт болу керек тараптардың арасында жазбаша түрде. Егер қандай да бір ауқымды қаражат оған ұсынатын болса, сол қаражат бойынша тиісті міндеттемелер тараптардың арасында белгілену керек шартта. Содан кейін барып, қызмет жасап жатқан сол компанияның лицензиясына мән беру керек. Бұл жердегі мәселе бірінші алғашқы келген пирамидадағы, бірінші кірген сол пирамидаға, сол компанияға кірген адамдардың көбісі пайдада өтіп кетеді. Не себептен? Өйткені оның пайда көру әрі қарай тек алып келген, артынша келген, қосымша жазылған жаңағы адамдардың пайдасынан болады. Қаржы пирамидалармен күрес үшін биылдан бастап бірінші болып ақша салып, қалтасы қампайғаннан кейін ізім қайым жоқ болатын әккі салымшылар да жауапқа тартылады. Белгілі болғандай мұндайды кәсіп етіп алғандар көп. Міне сондай кәсіби салымшыларды әкімшілік жауапкершілікке тарту көзделген. Кейін тіпті қылмыс ретінде де қаралуы мүмкін. Сол себепте көлденең жолмен оңай пайда табамыз дегендерде ертең заң алдында жауап береді. Бір ғана ауыз сөзбен түйіндесем,
еңбексіз тапқан мал қашанда дәулет болмайды.